Армысыздар, аптаның біз айтуға, сіз білуге тұрарлық басты жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүзнеws. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Тоқаевтың триумфы жаңа конституцияны Ақорда қалай атап өтті? Белсенді Санжар Боқаевтың ұсталуы, сезік пен сенім. Биыл Қазақстанда азық-түлік бағасы күрт қымбаттауы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы осы. Сіз кімсіз? Чжу Э ханым, Солтүстік Корея лидері 13 жасар қызын тақ мұрагері ете ме? Енді рет-ретімен осы аптада қызу талқыланған қос тақырып Тоқаев пен Боқаев болды. Бірі жеңді, бірі жеңілді. Әуелі Ақорданың жеңісі туралы айтайық. Сонымен қазақ халқына 35 жыл қызмет еткен атазаң Шаңбасар архивке кетті. Референдумда 87,15% дауыспен қолдау тапқан жаңа конституцияға президент қол қойды. Жаңа құжатты қабылдауға арналған салтанатты жиында Ақорда әдеттегідей жомарттық танытып, медальмен марапат үлестірді. Мемлекеттік хатшы Ерлан Карин мен мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов отан орденін алды. Арасында Ринат Зайытов та бар. Бұрынғы айтыскер, қазіргі депутат бұл марапат үшін аздап қымсынғанға да ұқсайды. Мен оған лайықталдым, бір керемет мен осындай еңбек істеп салдым деп айтамын. Марапат алғанға ұялып тұрған сияқтысың? Кішкене бар. Нешін? Енді мәдениет қайраткеріне лайық менен де көп адамдар бар Қазақстанда. Референдумға дауыс беруге тұңғыш президент те келді. Тың жүрісі Ширақ экс-президент дауыс берген соң пікір де білдірген. Осы бейсенбі 19 наурызда билік тізгінін өз айтқандай жанында жүрген серіктесіне тапсырғанына 7 жыл толған Назарбаев Тоқаевтың дәл осы бастамасын қолдайтынын жеткізді. Мен осыдан 7 жыл бұрын өз билігімді серіктесім жанымда жүрген 25 жыл бірге істеген Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға тапсырдым. Уақыт өтіп жатыр. Әр буын келеді, әр буын өзінің жаңалығын алып келеді. Барлығы елдің игілігіне болсын деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі референдумды мен қолдаймын. Тоқаевтың бұл бастамасын елімізге қызмет етеді деп санаймын. Белсенді Санжар Боқаев ұсталды. Сәрсенбі күні түс әлетінде тараған бұл жаңалық отандық масс-медианың басты тақырыптарының біріне айналды. Қоғам қақ жарылды. Бірі Боқаевтың белсенділігіне әуелден күмәнмен қарайтынын айтып жатса, енді бірі саяси тазалау науқанының басталғанымен байланыстырады. Сонымен белсендіні қамауға алған бас прокуратура не дейді? Боқаев жалған ақпарат тарату және қоғамдық пікірді бұрмалау мақсатында әлеуметтік желілерде кейбір тұлғалардың қоғамдық саябақ аумағында заңсыз ағақ кескені және құрылыс нысандарынан мүлік ұрлаған туралы видеоматериалдар жариялаған. Тергеу мәліметіне сәйкес, Боқаев әлгі әрекеттерді табысы төмен адамдарға ақысын беріп, әдейі ұйымдастырған әрі қаржыландырған. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы. Саяси амбициясы алыстан сезілетін Санжар Боқаев кім? Ол 44 жаста, негізгі мамандығы саясаттанушы, Қазақстанның стратегиялық зерттеу институтында ғылыми қызметкер, Алматы қаласының ішкі саясат басқармасын басқарды. Қазтрансгаз компаниясы басқарма төрағасының кеңесшісі, Нұр Отан партиясының Алматыдағы филиалының төраға орынбасары болған. Ол 2022 жылы Намыс партиясын құратынын жариялаған, бірақ партия ресми тіркеуден өткен жоқ. Соңғы жылдары әлеуметтік желілерде жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін видеоларды жариялап жүрген. Осы аптада шығыстан шұғыл хабар жетті. Өскеменде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омарға қатысты сот процесі басталыпты. Орынбасар Омаровқа қылмыстық кодекстің 2 бірдей ауыр бабы бойынша айып тағылып отыр. Оның бірі ірі мөлшерде алаяқтық жасау және ірі көлемде пара алу. Еске сала кетейік, Жақсылық Омардың ұсталғаны туралы ақпарат 13 ақпанда желіде ескен. Алайда сол кезде облыс әкімдігінің өкілдері бұл ақпаратты растамай, бірінші орынбасардың денсаулығына байланысты демалыста екенін айтқан болатын. Биыл Қазақстанда азық-түлік бағасы күрт қымбаттауы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы осындай болжам жасап отыр. Қазақстан азық-түлік бағасының өсу қарқыны жоғары елдердің тізімінде 9-шы орында тұр, яғни топ 10 қатарына кірген. Жыл соңына қарай азық-түлік бағасының өсімі 12,2%-ға жетуі мүмкін. Ұлттық статистика бюросының соңғы мәліметі де бұл болжамды қуаттай түседі. Биылғы ақпан айында жылдық инфляция 11,7% болған. Халықтың қалтасына салмақ болатыны азық-түлік бағасы бір жылда 12,7%-ға қымбаттаған. Астана тұрғындары тамаққа қанша жұмсайды? Сұрап көрдік. Әжептәуір сеземіз ғой соңғы кездерде. Бір емес, бірнеше рет қымбаттады. Қазір енді 5 мың, 10 мың деген ақша емес қой. Bir шыққанда бір жақсылап алсаң, бір 40-45 мыңға дейін. Әдемілеп алсаң 50 мыңға дейін жұмсау керек болады.
Енді бұрын бір 15 мың 20 мың шамасында әжептәуір алатындай уақыттар болған. Енді бұрын аптасына, допустим, 25-30 мың теңге жарсақ, қазір как минимум бір 60-70 мың теңге кетеді бір аптаға. Қатты қымбаттап кеткен. Фрукты, овощи бүкілі. Онға дейін қымбаттап кеткен. Жоқ, сезбедім соншама. Сезбедіңіз ба? Иә. Себебі жалғыз тұрам ғой. Балам Америкада. Жалғыз басты адамға білмейді. Баласы көптерге обал. Баласы көптерге өте обал. Баланы көп туатын кім ол? Қазақ. Қазаққа жеңілдік жасау керек сол үшін. Особенно продукты жөнінен. Жаңағы банандарын өздері жіберсін, хотя картошка нанды қымбаттаса болады ғой. Продукты күн сайын қымбаттап жатыр. Наоборот, зарплатаға қосылмайды, сол продуктыға көп қосылып жатыр. Каспиреда хватало, сейчас не хватает. Қымбаттады, алған зейнеткерлік ақымыздың бәрі сол продуктыға кетеді, бәрімізге жетпейді, мысалы үшін. Бәрімізді шын айтқанда ретке аламыз. Азық-түліктің неге бой бермей бара жатқанын жүз медиа сараптап көрді. Бұл туралы әмәт неге бәрі қымбат тақырыбында жарияланған материалдан толық оқи аласыз. Енді әлемнен аз кем осы аптада Иранның жаңа көшбасшысы Муштаба Хаменей Мәскеуде деген ақпарат тарады. Ол жараланған, содан айыға алмай Мәскеуде ем алуға мәжбүр болған. Оның елге келіп, өзіне тиесілі жеке ауруханалардың бірінде денсаулығын түзеп алу туралы ұсынысты Путиннің өзі айтқан деседі. Таяу шығыстағы қақтығыс Қазақстан іргесіне де таяп қалды. 19 наурызға қараған түні Израиль алғаш рет Иранның Каспий жағалауындағы аэропорты Бандар Анзалиге соққы жасады. Бұл нысан Маңғыстау облыстан небәрі 550 шақырым жерде орналасқан. Сонымен қатар Израиль әлемдегі ең ірі газ кен орны оңтүстік Парсты атқыласа, Иран бұған жауап ретінде Катардағы газ өңдеу зауытын нысанаға алды. Әлем назары таяу шығысқа шүйліккенде Солтүстік Кореяның лидері Ким Чен Ын өзінің 13 жасар қызын тақ мұрагері етуге әзірленіп жатқанға ұқсайды. Бұған негізде жоқ емес, себебі Солтүстік Кореяның саяси жүйесі формалды түрде социалистік жүйе болғанымен іс жүзінде династиялық жүйе. Билік 80 жылдан аса бір әулеттің қолында, яғни Кимдер 3 буыннан бері жалғасып келе жатқан саяси әулет. Бір қызығы Ким Чен Ынның көп балалы әке екені айтылады, бірақ көпшілік алдына ашық шығып жүрген жалғыз бала осы Ким Чу Э. Ол кейінгі жылдары әкесімен бірге зымыран сынақтарын сынауға, әскери шерулерге, стратегиялық объектілерге бірге барып жүр. Солтүстік Кореяда балаларды жай ғана көрсете бермейді. Егер баланы көпшілік алдына шығарса, демек бір каптың бары рас деген сөз. Сіз кімсіз, Чу Э ханым? Жүз медианың тағы бір сараптамасын оқи отырыңыз. Бүгін ұлыстың ұлы күні, әз Наурыз мерекесі. Қазақ халқы үлкен үмітпен күтетін ұлт мейрамын тойлауға кірісіп те кеткен. Алда ұзақ демалыс, оның үстіне осы күндері мұсылман халқы ораза айт мейрамын тойлап жатыр. Наурыз мерекесінің философиялық һәм мифологиялық мәнін ақ студияда белгілі мәдениеттанушы, жазушы Зира Наурызбаймен талқыладық. Сұхбаттан бір үзік ой. Этнограф, журналист Серік Ерғали ол көп зерттейді бұл мәселені, сосын Ақордаға әйтеуір бір жол тауып кіргізді. Әрине сосын шенеуніктер білгенінше оны күзеп өзгертті. Өзінің де көңілі естімше толық толмайды. Бірақ концепция, бағдарлама керек сияқты. Өйткені мысалы 2000 жылдар қызым балабақшаға барады ғой. Қазақ балабақшаға барады, бірақ о жерде мереке бәрі анау таңғы шаралар бәрі Ресейдің концепциясымен жүреді. Мысалы алтын көз ол золотой осень деген, анау жерде кірпі шешенің балдары жүреді, қоян. Қазақтікі болса ол құлыншақ сондай болу керек қой. Бірақ әрбір балабақша мысалы өздері ондай программа жасай алмайды көп кезде. Оларға біреу үстінен беру керек, сценарий, бағдарлама. Сол сияқты бұл жерде де әрбір мысалы мәдениет департаментте, әрбір мектеп, вузда білімді, осыны терең білетін адам отырса, ол оған керек емес. Бірақ көп кезде жағдай ондай емес, соның үшін бір бағдарлама керек, бірақ оның кішкене бір ауысып кеткен жерлері бар. Мысалы тазалық, ол бірінші күн, былай логика бойынша бірінші күн болу керек. Сол қыстан, әсіресе қар еріп болған жерлерде қыстан қалған қоқысты жинап, негізі қазақтар қоқыс жинап, бұлақ
көзін ашатын сондай кез ғой. Соның үшін тазалық бірінші күндері қойылу керек еді негізі. Наурыз мерекесі құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілекпен аптаның айтарын аяқтаймыз. Біздің сайтты оқып, жүз медианың әлеуметтік желілеріне жазылып қойыңыз. Жүз Ньюсте келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.